мега шоколадты, ауызда еритін, өте дәмді ылғалды брауни пирогын рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде сақтап алыңыз. Сары майды отқа қойып, осылай ерігеннен соң шоколадты салып, екеуін жақсылап ерітіп, оттан алып қоямыз. Ендігі кезекте жұмыртқаға қантты салып, екі есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Пирогымыздың көтерілуі осы жұмыртқаны жақсылап миксерлеуге байланысты. Одан соң ерітілген шоколадты құйып жақсылап миксерлеп, ұнға какаоны араластырып, сол ұнды салып жақсылап миксерлеп аламыз. Қалауыңызша жаңа қоссаңыз болады. Пергамент қағазы төселген формаға құйып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. 5 минуттан кейін кесіп жіберсеңіздер болады, немесе әдемілеп бөліктерге бөліп, одан әрі қарай мен сияқты әсемдесеңіздер болады. Ас болсын, рецепт ұнаса міндетті түрде сақтап алып, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Анаргүл Мұхтарқызы комментарийға өз пікіріңізбен бөлісіп қойды ұмытпаңыз.